Қызылорда облысында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ауқымды рейдтік шаралар өтуде. Қызылорда облыстық полиция департаментінің қоғамдық қауіпсіздік басқармасы қызметкерлері қаңтардың 28 мен ақпанның 3 аралығында қауіпсіз аула жедел профилактикалық іс-шарасы өткізуде. Аталған кезеңде тәртіп сақшылары күшейтілген жұмыс кестесіне ауысып, қала аумағындағы тыныштықты күзетуге жұмылдырылды. Іс-шараның негізгі бағыты тұрғылықты жері жоқ адамдарды, алкогольге тәуелді азаматтарды және өмірлік қиын жағдайда жүрген тұлғаларды анықтап, олармен профилактикалық жұмыстар жүргізу. Рейд барысында полиция қызметкерлері қаланың аулаларын, саябақтарын және қараусыз қалған ғимараттарды жіті тексеріп жатыр. Әсіресе тұрғылықты мекен-жайы жоқ азаматтардың жиі шоғырланатын және ішімдік ішетін орындары ерекше бақылауға алынды. Қоғамдық орындарда бейберекетсіздік танытып, тұрғындардың мазасын алған тұлғалар анықталып, тиісті шаралар қабылдау үшін ішкі істер бөлімдеріне жеткізілуде. Бұл шара тек құқық бұзушыларды анықтаумен шектелмейді. Өмірлік қиын жағдайға тап болған жандарға құқықтық көмек көрсетіліп, олардың әлеуметтік мәртебесін анықтау және бейімдеу орталықтарына орналастыру мәселелері де қарастырылуда. Бұл өз кезегінде көше қылмысының алдын алуға және аймақтағы криминогендік ахуалды тұрақтандыруға септігін тигізеді. Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес 23 қаңтар мен 3 ақпан аралығында республика көлемінде қауіпсіз аула жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның негізгі мақсаты қаңырап бос тұрған ғимараттарды тексеру, өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды анықтау, қаңғыбастықпен айналысып жүрген адамдарды анықтап, қабылдау тарату орындарына орналастыру, алкогольге және есірткіге тәуелді адамдарды еріксіз емдеуге жіберу, сондай-ақ ішкі істер органдарында есепте тұратын ішкі істер органдарында есепте тұратын тұлғаларды тұрғылықты мекен-жайы бойынша тексеру. Тәртіп сақшылары қаланың әрбір бұрышын, әсіресе тұрғылықты мекен-жайы жоқ адамдардың жиі шоғырланатын жерлерін тексеріп шықты. Көп қабатты үйлердің подвалдары, жылу құбырларының маңы және қараусыз қалған құрылыс нысандары бақылауға алынды. Тәртіп сақшылары қала тұрғындарын заңдылықты сақтауға және кез келген құқық бұзушылық дерегі байқалған жағдайда дереу 102 арнасына хабарласуға шақырады. Олжас Дәуіт, Бадырхан Жарасхан, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.